Жалпы маған келетін қыз-келіншектердің көбісінің проблемасы ер азаматтармен қиындық мәселе болып жатады. Енді бұның түпкі себебін қазып жатқан кезде ол қыздың келіншектің әкесімен байланысты болып шығады. Яғни қыз баласы үйде әкесіне қандай сөз естісе, қандай қамқорлық көрсе, немесе зорлық-зомбылық көрсе, оның подсознаниясы сол программаны жазып алады. Сәйкесінше өскеннен кейін бейсаналы түрде оның подсознаниясы сондай жігітті кездестіреді, яғни сондай жігітке күйеуге шығады. Одан кейін келіп ренжиміз, біздің күйеу бала осындай мұндай деп. Негізі оның түпкі себебі сол отбасындағы тәрбиеге байланысты. Сондықтан осы жерде ер азаматтарға айтарым, үйде қыз балаларыңыз болса, мейлінше еркелетіп, жылы сөз айтып, жақсы қарым-қатынас жасаңыздар. Өйткені әр ата-ана өзінің қызының жылағанын қаламайды, бақытты болғанын қалайды. Олай болса, барлығымыз тәрбиеге жақсы көңіл бөлейік.